Барлықтарыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайын болатын, қамыры мінсіз болып келетін жұмсақ пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға айран бөлме температурасында болу керек, сұйық май, бір жұмыртқа, қант, тұз саламыз. Ашытқы салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізе отырып, ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қамыр жұмсақ болғанша дейін қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Илеген қамырымыздың бетін жауып, 20-30 минутқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Одан кейін 20-30 минут өткен соң қамырды алып, теңде 2 бөлікке бөлеміз. Менде бұл жерде 2 пицца шықты. Алып, оны оқтаудың көмегімен ұн себе отырып, қамырымызды жұқалау етіп жаямыз. Енді тым қатты жұқа етіп жайып жібермейміз. Қамырымызды жайып, формамызға орналастырып аламыз. Менде осындай пирогтың астына арналған формасы, оның диаметрі 26. Одан кейін соус қосамыз. Менде соус, кетчуп пен майонез. Екеуін араластырып, осылай пиццаның тестасына жаямыз. Одан кейін начинкасы, енді кез келген начинканы сала берсеңіздер болады. Мен бұл жерде фаршты пен жуаны екеуін жақсылап қуырып алып, алдын ала дайындап қойдым. Одан кейін бетіне қызанақ саламыз. Және де сыр қосып, 220 градуста алдын ала қызып тұрған духовкада 15-20 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Енді әркімде духовка әрқалай болғандықтан, міндетті түрде қарап тұрыңыздар, өйткені пиццамыз тез дайын болады. Міне бізде пиццамыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егерде ұнап жатса, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.